Мен үшінші күн дегенде мына үлкен лайнерде әрең деп командамды таптым. Мен Бақыт Тәтен бастаған үлкен қажылардың командасы, Бақыт Тәтеннің жолдасы, мына апа үлкен қажы, қараңыздар. Осылай командаммен бүгін таңғы ас ішіп отырмын. Көп рахмет сіздерге. Келгендеріңізге, жеткендеріңізге аман-есен рахмет сіздерге. Ал ертең иншалла умрамыз қабыл болған, умрадан болсын аман-есен жетейік. Осы апаларға уайымдап жүрмін. Тағы осындай он шақты адам бар. Жинап жатыр ғой, солар алып кетпейді ана жаққа. Бізде миллион болмаса да, мына бір көргеніміздің өзі миллиардқа тұрады ғой. Солай емес, пенсиямызды жинап жатыр. Иншалла, тәуба. Жұрт ойлайды, мына жақта тек миллионерлер жүреді деп. Қарапайым адамдар да жақсы демалып жатыр. Жетті ғой. Пенсиямызды жинап. Ниет болса бәріне жетеді. Аллаға шүкіршілік. Алланың берген бұл бізге. Бәрі Алланың қалауымен я. Жасымызда семья болды, балалар жас болды. Солардың енді шыжығын көріп едік, енді қызығын көріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Мен 83-темін. Наверное, бәріңізден де үлкен мен шығармын. Но бірақ та бәріңізден жастың жүгіріп отырамын. Аян апа деймін. Бірінші рет круизға шықтыңыз ба? Круизға бірінші рет, бірақ мен Меккеге қажылыққа барғам, 2019 үлкен қажылыққа барғам. А мынау енді Алла дәм жазып, кіші қажылыққа келе жатырмын. Бәрі Алланың ісі, Алла дәм жазды. А мен үлкен қажылыққа барғанда аш киім қалып кетті. Мұхаммед пайғамбардың мешітіне барып намаз оқыдық қой. Сол жерге қалып қойғанда қыздар айтты, тағы келесіз деді. Сосын мен айттым, енді келіп қайтем енді. Уже бастара кәрілік келіп қалады ол екіртада. А міне дәм жазып. Қалай керемет. Иә, керемет. Енді ұшып бар жатыр. Енді лайнермен келе жатсыз. Алдында бұл жалғаның жұмағы осы бал. Ризамыз, бәрі және жақсы өтті. Тіпті өзі моментально өтіп кеттік қой жетеуін. Жет айналдық. Еще жаңағы Сабамен Мәруаның ортасына қалай жүгірдік. Жаңалия, даже тоже не заметили. Жеңіл болды бәрі. Жеңіл, бәрін жеңіл өттік. Рахмет. Бақыт қайтып жатырмын. Рахмет, Бақыттың арқасында. Компаниясынан. Рахмет, Амангелді қажылыққа мыңда бір рахмет. Бәрімізді апарып, бәрімізді переживать еттік. Бірінші жаңағы рейсіміз кешіктіріліп, екінші рейске үлгерейік деген дұғамыз қабыл болып, екінші рейсімізде кешіктірілді бір. Екіншіден мына жерде Искандер үлкен ана 2 этажды самолет көрген. Біздің рейс жаңағы кешіктірілген, негізі G23 деп тұрып табылады. Ана жақтағы, ана зданның артында. Ол жерден көрінбеді Искандерге. Содан ана жаққа барсақ қой деп айтқан Искандер. Соны көрсем ғой деп, үлкен самолетті көру арман еді. Содан бір қарасақ таблода біздің рейс гейті шығатын гейті өзгеріп кетіпті өзімен өзі F32 деп. Соны қарап келе жатсақ, шынымен де қазына ғимараттың артында келе жатырған сияқтымыз. Қазір солай болса, это вообще чудо. Дұға қалай қабыл болады, керемет нәрсе. Прямо даже рейстің самолеттің тоқтайтын жері на ходу таблода бір жазу тұрған нәрсе. Искандер? Are you happy? Да. Вон. Міне, осы самолетті көруді армандап тұрған Искандер. Там один на втором этаже и другой на первом этаже. Там на втором этаже у кого президентский люкс. Да, там даже этот рукав. Там квартира специальная. Рукав екі түрлі, қараңыз. Жоғарғы этажына бір рукав, екінші этажға көріп тұрса.